Шежелі Шыңғыстау, топырағының әр түйірі, әр талағашы, тау тасы тұнған тарих. Сіздер көретін бүгінгі бейне экскурсияда қасиетті мекендегі жер суаттары, тарихи ескерткіштер, қастерлі орындар туралы мағлұмат беретін Шежелі Шыңғыстау музейі туралы болмақ. Абай мен Шәкәрім жерленген мемориалдық кешенде орналасқан музей Хакім Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай арнайы ашылды. Жәдігерлермен толықтай жасақталды. Ашылу салтанатына мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев арнайы қатысқан болатын. Шеңбер тәрізді сәулет үлгісіне салынған ғимарат кіреберісінде құлпытас орналасқан. Бұл құлпытасты заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезов Алматы қаласынан арнайы алдырып, 1940 жылы Абай мазарына орнатқызған екен. Келесі жәдігер Хакім Абайдың кенженесі Оспан Құнанбайұлының мазарына орнатылған құлпытас. Бұл құлпытасты Абай арнайы қашатып жаздырған екен. Бөрлідегі Мұхтар Әуезов музейі. Макет үлгісінде жасалған музейдің сыртқы көрінісі. Мұхтар Әуезовтің 90 жылдық мерейтойы қарсаңында қыстау күрделі жөндеуден өтіп, жазушының музейі ретінде құрылып, 1987 жылы ресми түрде ашылды. Музей экспозициясы кіреберіс бөлмелерді қоса есептегенде 10 бөлмені құрайды. Ақшоқыдағы Құнанбай қажы қорымы. Бұл қорымда Құнанбай әулеті жерленген. Оның ішінде Хакім Абай ағалары, ұрпақтары және Мұхтар Әуезовтің атасы әуе жерленген. Өткен жылы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай қорым күрделі жөндеуден өтіп, инфрақұрылымы жасақталып, Құнанбай музейі жаңадан салынды. Көкбай Жанатайұлының мешіт медресесі. 1997 жылы қыркүйек айында Көкбайдың мешіт медресесі көрме экспозициясы алғаш келушілеріне есігін ашса, 2011 жылы ақынның 150 жылдық мерейтойына орай қайта жаңартылып, музей болып ашылды. Музей Тақыр қыстауында 1901 жылы Көкбай өзі салдырған мешітте орналасқан. Келушілер Абайдың ақындық мектебінен дәріс алған талантты шәкірттерінің бірі, әрі серіктес адал досы, ақын Көкбай Жанатайұлының өмірі мен шығармашылығы, қоғамдық және ұстаздық қызметімен таныса алады. Экспозицияға қойылған музей қорынан алған архив деректері, қолжазба материалдары, ақынның алған білімі, оқуы, өмірі туралы сөз қозғайды. Музей қапталында ақынның жерленген мазары орналасқан. Еңлік кебек тығылған үңгір. Әділетсіз үкім құрбандары тығылған бұл үңгір Абай ауданындағы тарихи ескерткіштердің бірі. Шәкәрім Құдайбердіұлы мен Мағауия Абайұлының поэмаларына арқау болған ғашықтық оқиғасы өткен жер Орда тауының теріскейінде орналасқан. Қарт Шыңғыстың флорасы мен фаунасы, әсем табиғаты, тіпті Абай жолы роман-эпопеясында суреттелген қасиетті мекендегі тарихи жерлер осы Шежелі Шыңғыстау музейінің экспозициялық мәні болып табылмақ. Абай 23 тамыз 1845 жылы қазіргі Семей облысының Шыңғыстауында дүниеге келген. Абайдың азан шақырып қойған есімі Ибрахим. Ол ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің қазақ әдеби тілінің негізінен қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер. Абай Құнанбайұлы қыз. Ақ киімді денелі, ақсақалды, соқырмықау танымас тірі жанды. Үсті басы ақырау тісі суық басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік аяз бен қар, кәрі құтын қыс келіп әлек салды. Ұшпайтын бөркін киген оқшар айтып аяз бен қызарланып ажарланды. Абай Құнанбаев, жігітке мен құрмысқа. Жылы дауық жігітке ыршып жүріп ән салған, көгалды қуып гүл айтып, қызықпен жүріп жаздалған. Жазды күнгі жапырақтың бірінде тамақ, бірінде үй. Жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті күй. Жылы жаз жоқ, тамағы жоқ, өкінгеннен не пайда. Суыққа тоңған, қарны ашқан, ойын қайда, ән қайда, оны менен тұрмады. Қар көрінді, қыс болды, сауықшы сорлы бүкшиді, тым аққиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады. Саламда жатып дән жиған, құрмысқан іздеп табады. Селкілдеп
келіп жығылды аяғына басыра, қарағым жылы тамақ пен жаз шыққанша асыра. Мұның жаным сөз емес, жаз өтерін білмеп пең, жаның үшін еш шаруа ала жаздай қылмап пең. Мен өзіңдей шаруашыл жұмсақ үйлеме, көгалды қуып ән салып, өлеңнен қолым тиді ме? Қайтсын қолы тимепті, өлеңші әнші есіл ер, ала жаздай ән салсаң, селкілде де билей. Расында ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кешірмедім. Бұл мағрым бір қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын жиналсын деп бермедім. Байұлы, ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрсеге асық бол, бес нәрсеге қашық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бес дұшпанды білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. Бес асыл көнсеңіз.